Сәлем баршаңызға. Бүгін біз ұйғырский самса дайындаймыз. Сұранысқа көп ие хит самсалардың бірі. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге еркін өткізілген ұн керек. Және морозилктен алынған майымызды алып теркудан өткіземіз. Майларыңыз морозилкте болғаны дұрыс, сол кезде тез өтеді. Ұнға аунатып өткізесіздер. Енді барлығын ысқылаймыз. Ұнымыз бен майымызды ысқылаймыз. Ұнымыз бен майымызды біріктіріп алдық. Енді бізге сметан керек. Қаймақ. Магазиннің қаймағы болса да болады. 2 жұмыртқаның ағын бөлек, ақ уызын. Енді сарысын саламыз. Және 1 жұмыртқа керек. Үстіне тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың ортасын ашып, дайын болған сұйықтығымызды құямыз. Бізге су керек. Судың температурасы маңызды емес. Жақсылап қамыр елейміз. Осындай жұмсақ қамыр дайын болады. Салатанға салып 1 сағатқа холодильникке қоямыз. Холодильниктен қамырымызды алдық, енді 2 бөліп қамшаймыз. Ұнтақты көп себе бересіздер, себебі құрамында май мен қаймақ болғасын жабысқақ болып келеді. Сол себепті ұнтақ сепсеңіздер болады көп. Қамыр өте жұмсақ, тез жайылады. Қамырымызды жайып болды. Майды алдын ала ертіп аламыз. Щетканың көмегімен барлығын тегіс шақшамыз. Қамырымызды біз холодильниктен алдық. Енді таразының көмегімен біз 40 граммға бөліп аламыз. Қамырымызды дайындап болғаннан кейін барып жуамызды дайындаймыз. Себебі жуамыздың суы шықты деп, сол себепті жуамызды жіңішке етіп турап аламыз.
Енді фаршымызды саламыз. Дәмдеуіштерді саламыз. Енді біз фаршымызды өлшеп аламыз. Міне 35-тен көп артық салмаймыз, себебі піспей қалуы мүмкін. Сол үшін дайындап аламыз осылай. Фаршымызды салдық. Енді осылай жан-жағын барлығын қолымызбен қысып аламыз. Тек жай қысып отыра бересіздер. Сыртқа өзі осылай шығыңқырап тұрады. Соны бұрып отыра бересіздер бір саусақтың көмегімен. Ешқандай қиындығы жоқ, оңай. Мінекей осылай кете бересіздер. Мінекей барлығын жандарын қысып алдық. Енді екі саусақтың көмегімен бұрау арқылы жасасаңыздар болады. Өзіңізге қайсысы ыңғайлы, сонымен жасай бересіз. Ұйғыр самсасының негізі ерекшелігі осы сыртының біреуінде. Сол себепті осылай жасасаңыздар болады. Бұны тапаға қойғанда осылай тігінен қоямыз, ұрғылап-ұрғылап. Тігінмен пісіреміз. Жұмыртқамызды екі жағына да жағып, кунжутымызды сеуіп пісіріп аламыз.